Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Калиева Мейрамгүл Кайырбековна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отан. Сабақтың мақсаты жетекші сұрақтар арқылы тақырыпты ашамыз, зат есім сөз табын қайталаймыз. Өткен сөздерді қайталау. Отан, родина, бауыр, брат, кен, руда, ископаемая, дамыған, развитая, ел, страна, сию, любить, кенбайтақ, необъятная, широкая. Отан. Отан деген не? Отан деген сөзді қалай түсінесің? Что такое родина? Как ты понимаешь слово родина? Ол үшін мәтінді тыңдайық, сұраққа жауап берейік. Прослушаем текст и ответим на вопрос. Отанымыз Қазақстан Республикасы деп аталады. Отан деген ата-әжең, әке-шешең, аға-әпкең, бауырың, қарындасың. Отан біздің ортақ үйіміз. Біздің отанымыз кең байтақ, алтыны мен кені мол, дамыған ел. Біз елімізді сүйеміз, мақтан етеміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Қайда барсаң да, әрқашан өз отаныңды аңсап, сағынып тұрасың. Әр адамға туған жер әрқашанда ыстық болады. Туған жердің күні де, түні де ыстық. Сонымен, балалар, отан деген не? Отан деген сөзді қалай түсінесің? Попробуем найти ответ с текста. Отан деген ата-әжең, әке-шешең, аға-әпкең, бауырың, қарындасың. Отан біздің ортақ үйіміз. Мәтіннен алынған мақал-мәтел. Пословица взятая из текста. Туған жердің күні де, түні де ыстық. На родине и дни, и ночи прекрасны. Яғни, ең керемет жер ол біздің туған жеріміз. Самое прекрасное место для человека – это его родина. Отан. Отан сөзіне сұрақ қояйық. Зададим вопрос к слову отан. Не отан. Что? Родина. Не деген сұраққа қандай сөз табы жауап береді? Какая часть речи отвечает на вопрос не? Что? Зат есім. Имя существительное. Зат есім не екенін еске түсірейік. Давайте вспомним, что же такое зат есім. Имя существительное. Зат есім заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім, кімдер, не, нелер деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Зат есім имя существительное. Часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто, что. Кім, не в единственном числе, кімдер, нелер во множественном числе. Кім, не жекеше түрі, кімдер, нелер көпше түрде. Мысалы,
Кім ата, кім бауыр, кім сіңлі, кім Айнұр, кім Виктория. Кімдер аталар, кімдер бауырлар, кімдер сіңлілер. Не ауыл, не Астана, не Оттан, не Қазақстан, не тарих. Нелер ауылдар, нелер астаналар. Бірінші тапсырма. Первое задание. Сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы. Сен қай елде тұрасың? Сен қазақ тілін білесің бе? Сен үшін отан деген не? Екінші тапсырма. Зат есімдерді тиісті бағанға жаз. Зат есімдер: отан, ел, ата, ана, отбасы, дос, сіңлі, абай, өзен, президент, кең. Кім, не. Вам даны имена существительные, и их необходимо записать в соответствующий столбик. Кім, не. Ал балалар, сендерге сәттілік тілеймін. Осымен бірінші қазақ тілі сабағы аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.